Лейк Плейсит универсиадасынан жағымды жаңалық. Биатлоншы жігіттеріміз Қазақстан қоржынына тағы бір алтын мен қола медаль салды. 10 шақырымдық спринтте Бекентай Тұрлыбеков жеңімпаз атанса, Александр Мухин қола жүлдеге қол жеткізді. Тақырыпта ақшта жүрген тілшіміз Жандос Айтбайұлы тарқатады. Бүгін биатлоншылардың бағы жанған күн болды. Әттең араға америкалық спортшы кіріп кетті, болмаса жеңіс тұғырында тек қазақстандықтар тұратын еді. Өйткені Кирилл Бауыр мен Вадим Коралесте жеңімпаздардан кейін іркес-тіркес келді. Бекентайдан бізді көлі бапкерлерді үміт күтпеген. Бірінші универсиадасына келген Тұрлыбеков талайға таңдай қақтырды. Нысана көздеуде 41 үміткердің арасынан мүлт кетпеген жалғыз Бекентай еді. Жүгіруде де алдына жан салмады. Еңбек еш кеткен жоқ. Универсиада чемпион атанды. Жеңіске жеткеніме әлі де сене алар емеспін. Нысаналарға дәл тигізгеніме өте қуаныштымын. Барымды салып жүгірдім. Жанкүйерлер жақсы қолдау көрсетті. Бапкерімде жарыс бойы ақыл кеңесін аяған жоқ. Қазақстан құрамасы сапындағы ең тәжірибелі биатлоншы Александр Мухин болатын. Алғашқы күннен бастап Александрды бәйге төбенің басынан күттік. Аралас эстафетада және жекелей жарыста жолы болмаған Мухиннің осы жолы бағы жанды. Жарыс мен үшін ауыр болды. Себебі ұшақпен жиі ұшқандықтан болар. 3 күн бұрын аздап сырқаттанып қалдым. Бүгін жағдайым тәуір. Сондықтан қола медальға ие болып тұрмын. Келесі жарыста қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Енді із қуу жарысында желестерімізге жеңілдеу болады. Өйткені сөреден бүгінгі уақыт көрсеткіштері бойынша шығады. Ату айлағында қателеспесе жүлденің ауылы алыс емес. Өкінішке орай биатлоншы қыздарымызға жүлде бұйырмады. Ең үздік нәтиже көрсеткен Полина Егорова 5-ші сатыға табан тіреді. Сәрсенбілік жарыс күнін конькишілер қорытындылады. Ауа райының әсері болды ма, командалық сайыста көш соңында қалып қойдық. Ал бейресми командалық есепте Қазақстан құрамасы 4-ші орынға көтерілді. Жандос Айтбайұлы, ақштың Лейк Плейсит қаласынан.